Бүгінгі күнге көретіндеріңіз. Сейсенбі күні аудан әкімдігінде аппараттық кеңес өтті. Жарқайың ауданында су тасқынына қарсы іс-шаралар жүргізілуде. Аудандық мәслихаттың кезекті сессиясы өтті. Ауданда абаттандыру айлығы басталды. Арман Омаровты еске алу құрметіне арналған волейболдан турнир ұйымдастырылды. Прошу незамедлительно нам сообщать, это для того, чтобы мы провели своевременные противоэпидемические мероприятия. 31 наурыз күні аудан әкімдігінің мәжіліс залында кезекті аппараттық кеңес ұйымдастырылды. Жиынға қала, ауыл және ауылдық округ әкімдері, дербес бөлімдер мен мекемелердің басшылары, сондай-ақ аудан әкімі аппаратының қызметкерлері қатысты. Кеңесті аудан әкімі Ербол Жүсіпбеков жүргізді. Іс-шара барысында бірқатар азаматтарға алғыс хаттар табысталды. Площадь Пашни по району на 2026 год составит 758,1 тысяч гектар. Кеңестің күн тәртібінде көктемгі егіс науқанына дайындық және су тасқынының алдын алу шаралары барысы қаралды. Алғашқы мәселе бойынша аудан әкімінің орынбасары Дулат Сыздықов баяндама жасап, көктемгі дала жұмыстарына дайындық деңгейіне тоқталды. Ол тұқым, техника және жанар-жағармай қорының жағдайы туралы ақпарат берді. Аудан әкімі Ербол Жүсіпбеков кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімінің басшысына егіс науқанын белгіленген мерзімде әрі сапалы ұйымдастыруды, көктемгі дала жұмыстарына қажетті жанар-жағармаймен үздіксіз қамтамасыз етуді тапсырды. Сонымен қатар ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге туындайтын мәселелер бойынша қолдау көрсетуді жүктеді. Ауылдық округ әкімдеріне көктемгі жұмыстардың барысы жөнінде уақытылы әрі нақты есеп беріп отыру міндеттелді. Екінші мәселе бойынша аудан әкімінің орынбасары Ербол Мұқашев су тасқынына қарсы іс-шараларды орындалу барысы туралы баяндады. Ол елді мекендердегі қауіпсіздік шаралары мен дайындық деңгейін атап өтті. Проведен анализ паводкового периода. 2026 жылғы су тасқыны кезеңіне дайындық мақсатында аудан әкімдігі уәкілетті мемлекеттік органдармен бірлесіп су тасқыны кезеңіне талдау жүргізді. Аталған талдау негізінде су тасқыны қаупі бар аймақтарға кіретін елді мекендер анықталды. Деректер өткен жылдардың талдауы негізінде жасалып, оған 8 елді мекен енгізілді. Ол Құмсуат, Нахимова, Львовская, Пригородная, Державинск қаласы, Гастелла, Костычева және Үшқарасу. Бұлардың бәрі су басу қаупі жоғары негізгі елді мекендер. Пригородная ауылында жалпы ұзындығы 2900 метр болатын қолданыстағы топырақ бөгетін нығайту жұмыстары жүргізілуде. Ұзындығы 2400 метр бөгет нығайтылды. Жұмысқа 2 техника бірлігі жұмылдырылды. Қосымша Ақкөл қаласындағы 52-209 әскери бөлімінен 20 әскери қызметші тартылды. 30 наурыздағы жағдай бойынша 12250 қап толтырылды. Гастелла ауылында жалпы ұзындығы 700 метр болатын қолданыстағы топырақ бөгетін нығайту жұмыстары жүргізілді. Ағымдағы жылдың 31 наурызындағы жағдай бойынша 120 метр жұмыс орындалды. Сондай-ақ қаптарды инертті материалдармен толтыру жүргізілуде. 30 наурыздағы жағдай бойынша 3000 қап толтырылды. Аталған бағыттар бойынша жұмыстар жалғасып келеді. Өз кезегінде аудан әкімі қала, ауыл және ауылдық округ әкімдеріне елді мекендерде тұрғын үйлер мен нысандарды су басу қаупін болдырмау бағытында кешенді шаралар қабылдауды тапсырды. Қажет болған жағдайда халықты дер кезінде хабардар ету және эвакуациялау жұмыстарын ұйымдастыру, сондай-ақ су сору техникалары мен мотопомпалардың толық дайын болуын қамтамасыз ету міндеттелді. Кеңес барысында ағымдағы мәселелер де қаралды. Атап айтқанда аудандық бюджеттің 2026 жылға наурыз айындағы орындалуы мен әлеуметтік экономикалық көрсеткіштердің жүзеге асырылу барысы туралы экономика және қаржы бөлімінің басшысы Бақыт Ахметова баяндама жасады. Сондай-ақ жер қатынастары бөлімінің басшысы Бағдат Шунов орман қоры құрамына жер учаскесін беру мәселесі бойынша ақпарат ұсынды. Кеңес соңында аудан әкімі күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралғанын атап өтіп, қатысушыларға алдағы жұмыстарға сәттілік тіледі.
Жарқайың ауданының Пригородная және Гастелла ауылдарында көктемгі су тасқыны кезеңіне дайындық жұмыстары жүйелі әрі қарқынды түрде жүргізілуде. Әсіресе Есіл өзенінің деңгейі көтерілуі мүмкін кезеңде елді мекендерді су басу қаупін азайту негізгі міндеттердің бірі. Осыған байланысты Пригородная ауылында өзен жағалауындағы жер білігін дамбыны нығайту жұмыстары қолға алынды. Толқын әсерінен топырақтың шайылып кету қаупін болдырмау үшін арнайы қорғаныс шаралары қолданылуда. Атап айтқанда жер білігінің бетіне клеенка төселіп, оның үсті құм салынған қаптармен бекітілді. Жалпы ұзындығы шамамен 100 метр аумаққа клеенка төселіп, 400-ге жуық қап пайдаланылды. Бұл материалдар су толқындарының тікелей әсерін әлсіретіп, жағалаудың беріктігін арттыруға мүмкіндік береді. Рота командирінің тәрбие және әлеуметтік құқықтық жұмыстар жөніндегі орынбасары аға лейтенант Әділет Назымбеков су тасқыны жағдайы және қабылданып жатқан шаралар бойынша түсініктеме берді. Біз төтенше жағдайлар министрлігі Ақмола облысы 55-209 әскери бөлімнен Державинск қаласына келіп отырмыз. Біз осы Державинск қаласына 24 наурыз күні келген болатынбыз. Сол күннен бастап біз қаптарды дайындау жұмысына кірістік. Қазіргі кезде 10 мыңдай құммен толтырылған қаптар дайындалды. Кеше күннен бастап, яғни 30 наурыз күннен бастап біз осы жерге ауыстық. Мұндай жұмыстардың маңызы зор. Біріншіден, олар жер білігінің шайылып кетуінің алдын алады. Екіншіден, өзен суының жақын маңдағы тұрғын үйлер мен шаруашылық нысандарына жету қаупін төмендетеді. Үшіншіден, төтенше жағдайлардың алдын алып, халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге ықпал етеді. Сонымен қатар, ауылда су тасқыны қарсы басқа да дайындық шаралары жүргізілуде. Су өткізу арналары тазартылып, арықтар мен каналдардағы кедергілер жойылуда. Бұл еріген қар суының кедергісіз ағуына мүмкіндік береді. Қажетті инертті материалдар, құм, қиыршық тас қоры дайындалып, арнайы техника мен жұмысшы топтар кезекшілікке қойылған. Ал Гастелла ауылында да су тасқынына қарсы дайындық жұмыстары қарқынды жалғасуда. Ауыл аумағында инертті материалдарды қаптарға салу жұмыстары ұйымдастырылып, бүгінгі күнге дейін 900 қап дайындалды. Бұл қаптар қажет болған жағдайда қорғаныс бөгеттерін жасауға және судың таралуын шектеуге пайдаланылатын болады. Жалпы екі ауылда да су тасқыны кезеңіне дайындық шеңберінде алдын алу шаралары жүйелі түрде жүргізілуде. Жергілікті атқарушы органдар мен тұрғындар бірлесе отырып, табиғи апаттан алдын алуға бағытталған жұмыстарды жалғастыруда. На сегодняшний день отдел полиции Жаркаинского района ежедневно проводит работу, направленную на профилактику правонарушений и преступлений. 31 наурызда Державинск қаласында Жарқайың аудандық мәслихатының 8-ші шақырылымдағы кезекті 65-ші сессиясы өтті. По Жаркаинскому району с 22 года по 25 год включительно возвращено в государственную собственность 23 335,9 гектара. Сессия жұмысына аудандық мәслихат төрағасы Асылхан Әлжанов төрағалық етті. Жиынға аудан әкімі Ербол Жүсіпбеков, оның орынбасарлары, құқық қорғау органдарының басшылары, Аманат партиясының аумақтық филиалының өкілдері, мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың жетекшілері, қоғамдық кеңес мүшелері, сондай-ақ ауылдық округ әкімдері мен бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қатысты. Сессия жұмысы әлеуметтік желідегі ресми арна арқылы тікелей эфирде көрсетілді. Отырыстың ашылуында төраға қатысып отырған депутаттар саны сессияның заңдылығын қамтамасыз етуге жеткілікті екенін атап өтті. Күн тәртібі бір ауыздан бекітіліп, жұмыс регламенті қабылданды. Сессия барысында бірқатар маңызды мәселелер қаралды. Алғашқы болып аудандық полиция бөлімінің бастығы Сәкен Әбілмажынов құқықтық тәртіптің жай-күйі, қылмыспен күрес және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша атқарылған жұмыстар туралы баяндама жасады. Қосымша баяндамашы ретінде аудандық мәслихат депутаты Шынболат Карин өз баяндамасын жасады. Оның нәтижелер қатарында келесілерді ерекше атап өткім келеді. Қоғамдық орындардағы қылмыс деңгейінің төмендеуі, сондай-ақ алкогольдік масан күйде және бұрын сотталған тұлғалармен жасалған құқық бұзушылықтарды азаюы, халықпен кең көлемде профилактикалық жұмыстардың жүргізілуі, азаматтарды ғаламтор алаяқтықтан сақтандыру бағытындағы түсіндіру жұмыстарының жандануы, отбасылық тұрмыстық саладағы құқық бұзушылықтардың алдын алу бойынша қабылданған шаралар, патрульдік қызметтің тиімді ұйымдастырылып, қоғамдық тәртіптің тұрақты түрде қамтамасыз етілуі, кәмелетке толмағандардың құқықтары мен қауіпсіздігін
қорғауға бағытталған іс-шаралардың жүйелі түрде жүзеге асырылуы. Сонымен қатар бүгінгі күні әлеуметтік желілерде ғаламтордағы алаяқтықтан алдын алу бойынша түсіндірме бейнероликтер кеңінен таралуда. Бұл азаматтардың сақтығын арттырып қана қоймай, қоғамда құқықтық мәдениетті қалыптастыруға да өз үлесін қосады. Сонымен бірге баяндаманы талдау бірқатар өзекті мәселелердің бар екенін көрсетті. Депутаттар бұл мәселені талқылап, тиісті шешім қабылдады. Келесі кезекте Держайынск қаласының әкімі Заур Смағұлов сөз сөйлеп, қаладағы ағымдағы жағдай мен атқарылып жатқан жұмыстар жөнінде ақпарат берді. Сессия күн тәртібіне сәйкес аудан әкімдігі жанындағы бюджеттік комиссия құрамына өзгерістер енгізу, жайылымдарды басқару жоспарын толықтыру, жер, тұрғын үй және басқа да салалық комиссиялардың құрамын жаңарту мәселелері қаралды. Сонымен қатар кәмелетке толмағандардың құқықтарын қорғау және құқық бұзушылықтың алдын алу жөніндегі ведомство аралық комиссия құрамына өзгерістер енгізілді. Барлық ұсынылған шешімдер депутаттардың қолдауына ие болды. Жиын соңында аудандық мәслихаттың 2026 жылға арналған жұмыс жоспарына сәйкес келесі сессияның қарауына 2025 жылға аудандық бюджеттің орындалу туралы жылдық есепті бекіту мәселесін енгізу туралы шешім қабылданды. Сессия қорытындысында төраға күн тәртібіндегі барлық мәселелер толық қаралғанын атап өтіп, жиынды жабық деп жариялады. Көктемнің келуімен ауданымызда елді мекендерді абаттандыру, көгалдандыру және санитарлық тазарту айлығы басталды. 2 сәуір Таза Қазақстан республикалық акциясы аясында жалпы қалалық сенбілік өтті. Призываю всех граждан принять участие в этой акции и поддерживать наш город в чистоте. Каждый давайте начнем это с себя. Бұл маңызды шара қысқы кезеңнен кейін аулаларды, көшелерді, саябақтар мен қоғамдық кеңістіктерді ретке келтіруге бағытталған. Таза Қазақстан республикалық акциясы аясында жастар ресурстық орталығы мен ішкі саясат бөлімі бірлесіп, ауқымды сенбілік жұмыстарын ұйымдастырды. Игі бастамаға қатысқан қызметкерлер мен еріктілер қоғамдық орындардың тазалығын қамтамасыз етуге белсене атсалысып, қоршаған ортаны абаттандыруға өз үлестерін қосты. Іс-шара барысында қатысушылар аумақтарды қоқыстан тазартып, жасыл желектердің күтіміне көңіл бөлді. Бұл табиғатты аялау әр азаматтың басты міндеті екенін тағы бір мәрте айқындап, қоғамда тазалық пен жауапкершілік мәдениетін қалыптастыруға бағытталған маңызды қадам болды. Бір ай бойы тұрғындар, кәсіпорындар, ұйымдар мен коммуналдық қызметтер қоқысты жинауға, қалалық инфрақұрылым нысандарын жөндеуге және сырлауға, ағаштар мен гүлдер отырғызуға қатысады. Осындай іс-шараларды өткізу экологиялық мәдениетті, қоршаған ортаға ұқыпты қарауды қалыптастыруға және қоғамның туған өлкесінің тазалығы үшін жауапкершілік деңгейін арттыруға ықпал етеді. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай шаралар тек бір күндік науқанмен шектелмеуі тиіс. Тазалық күнделікті өмір салтына айналуы қажет құндылық. Әрбір тұрғын туған жердің көркеуіне бейжай қарамай, қоршаған ортаны қорғауға өз үлесін қосуы маңызды. Сенбілік нәтижесінде аумақтар тазартылып, экологиялық мәдениетті нығайтуға тағы бір нақты қадам жасалды. Осындай бірлік пен ұйымшылдықтың арқасында қала келбеті көркейіп, тұрғындардың табиғатқа деген жанашырлығы арта түсті. Таза қала жарқын болашақтың кепілі. Жиырма 28 наурыз күні Тасуат ауылында волейболдан Арман Умаровты еске алуға арналған ашық турнир ұйымдастырылды. Бұл спорттық шараға әртүрлі елді мекендерден келген 14 команда қатысып, алаңда тартысты ойын өрнегін көрсетті. Турнирдің ерекшелігі ойындардың бір мезетте екі спорт залында, атап айтқанда Тасуат және Далабай ауылдарында өткізілуі болды. Мұндай ұйымдастыру бір күн ішінде көптеген матч өткізуге мүмкіндік беріп, жарыстың жоғары қарқынын сақтауға жол ашты. Жарыс тек спортшылардың басын қосып қана қоймай, жанкүйерлерді, достар мен туған туыстарды да бір арнаға тоғыстырды. Жиналған қауым үшін бұл күн Арман Омаровты еске алып, оның жарқын бейнесіне тағзым етудің ерекше сәтіне айналды. Алаңдағы ойындар жоғары деңгейде өтті. Командалар әртүрлі тактикалық әдістерді қолдана отырып, өз шеберліктерін паш етті.
өтті. Жүлделі орындар үшін бәсеке соңғы ойындарға дейін жалғасып, көрермендерге әсерлі сәттер сыйлады. Турнирді ұйымдастыруды Арман Омаровтың туыстары мен достары қолға алды. Олар қатысушылар мен қонақтарға барлық қажетті жағдайды жасап, тамақтану ұйымдастырып, жарыстың мазмұнды әрі жоғары деңгейде өтуіне ықпал етті. Бұл ұйымдастырушылардың құрметі мен жанашырлығының айқын көрінісі болды. Ұйымдастырушыларға, достарына, сыныптастарына және бүгін бізді қолдап қатысуға келген барлық жандарға шын жүректен алғыс айтамын. Арманды ұмытпай, оны еске алып жүргендеріңіз үшін ерекше ризашылығымды білдіремін. Жеңімпаздарды шын жүректен құттықтаймын. Алдағы уақытта да тек сәттілік серік болып, биік белестерді бағындыра берулеріңізге тілектеспін. Баршаңызға үлкен рахмет. Әрқайсыңызға амандық, денсаулық және тек жақсылықтар тілеймін. Жарыс қорытындысы бойынша жеңімпаздар мен жүлдегерлерге ақшалай сыйлықтар табысталды. Бірінші орын иегерлеріне 50 мың теңге, екінші орынға 30 мың теңге, үшінші орынға 20 мың теңге берілді. Сонымен қатар үздік ойыншы, үздік либера және үздік шабуылшы аталымдары бойынша үздіктер анықталып, арнайы марапаттарға ие болды. Аталған турнир спорт арқылы бірлікті нығайтып, жақсы естеліктерді жаңғыртқан тағылымды шара ретінде есте қалды. Тәуелсіз ел Қазақстан атты кітап көрмесіне шолу балалар кітапханасында Николай Островский атындағы жалпы білім беретін мектептің 3-ші А сынып оқушыларына өткізілді. Іс-шара Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 35 жылдығына орай ұйымдастырылды. Кездесу барысында оқушыларға тәуелсіз Қазақстанның қалыптасу тарихы, ел дамуының маңызды кезеңдері, мемлекеттік рәміздер және тәуелсіздік жылдарындағы жетістіктер туралы мәліметтер ұсынылды. Ерекше назар оқушылардың бойында патриоттық сезімді, отанға деген құрметті және ұлттық құндылықтарды қалыптастыруға аударылды. Көрмеде Қазақстанның тәуелсіздігі, тарихы, мәдениеті және көрнекті тұлғалары туралы кітаптар, мерзімді басылымдар мен анықтамалық материалдар ұсынылды. 1-3 сәуір аралығында ең маңызды білім беру жобаларының бірі ауыл оқушыларына арналған 1000 бала ұлттық зияткерлік олимпиадасының 1-ші туры басталды. 1000 бала олимпиадасы 6-шы сынып оқушыларының алдында зияткерлік қабілеттерін көрсетуге, білім деңгейін көрсетуге және болашақ жетістіктеріне сенімді қадам жасауға мүмкіндік беретін жаңа мүмкіндіктер ашады. Жобаның басты миссиясы дарынды балаларды анықтау және сүйемелдеу, олардың одан әрі дамуы мен әлеуетін ашу үшін жағдай жасау. Жарқайың ауданы осы беделді байқауға белсенді атсалысты. Олимпиаданың 1-ші кезеңінде аудандағы 15 ауылдық мектептен 84 оқушы қатысуда. Бұл ауыл мектептерінде талантты, мақсатты және ынталы ұрпақтың өсіп келе жатқандығының айқын айғағы. Көптеген балалар үшін олимпиадаға қатысу бұл білімді тексеру ғана емес, сонымен қатар өмірлік маңызы тәжірибе, өз күшіне сену, табандылық пен табысқа ұмтылу мүмкіндігі. Біз барлық қатысушыларға сәттілік, өзіне сенімділік және жоғары нәтижелер тілейміз. Бұл кезең жаңа жеңістерге, жаңалықтар мен жарқын жетістіктерге бастайтын үлкен жолдың басы болсын. 2026 жылғы 31 наурызда Қарағанды қаласында өткен идея бірлік әрекет республикалық педагогикалық хакатонда Ақмола облысы Жарқайың ауданының ұлағат ТМ командасы жүлделі 3-ші орын иеленді. Хакатонның финалына республика бойынша 35 команданың ішінен іріктелген 16 үздік команда қатысты. Команданың жетекшісі Жарқайың аудандық білім бөлімінің басшысы Гүлшат Нұрпейісова. Хакатон барысында қатысушылар білім беру менеджменті, көшбасшылық, корпоративтік мәдениет, педагогтердің мотивациясы және тиімдік коммуникациялар бағыттары бойынша тың идеялар мен тәжірибеге бағытталған шешімдер ұсынды. Команданың жобасы өзектілігімен, жаңашылдығымен және практикалық маңыздылығымен ерекшеленді. Бұл жетістік үйлесімді командалық жұмыстың, жоғары кәсібиліктің және мықты тәлімгердің нәтижесі. Ұлағат ТМ командасының жеңісі өңір педагогтарының шығармашылық әлеуетін, бастамашылдығын және даму жолындағы ұмтылысын көрсетті.